Ауыл шаруашылығы жоғары оқу орындарында оқытылатын егіншілік пәні 5 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде егіншіліктің ғылыми негіздері, екінші бөлім арам шөптер және олармен күрес шаралары, үшінші бөлімде ауыспалы егіс туралы ілім, төртінші бөлімде топырақты өңдеу қарастырылып, соңғы 5-ші бөлімде егіншіліктің жүйелерімен аяқтаймыз. Жалпы егіншіліктің ғылыми негіздері бөлімінде топырақтың құнарлығын арттыру шараларына, ғылыми көзқарасты анықтайтын, өсімдіктердің тіршілігінің жағдайлары туралы теориялық қағидалар және оларды реттеу шаралары сөз болады. Бұл бөлімде егіншіліктің басқа ғылымдарымен, әсіресе топырақтану, ботаника, өсімдік физиологиясы, микробиология, агрохимия, өсімдік шаруашылығы агрометеорологиясымен өзара көзқарастары ашылып көрсетіледі. Екінші бөлім арам шөптердің биологиялық ерекшеліктеріне және олармен күрес шараларына арналған. Онда Батыс Қазақстанның егіншілігінде ең көп зиян келтіретін арам шөптерге баса көңіл бөлінген. Арам шөптермен күресті топырақ қорғау егіншілік жүйесіне жүргізудің ерекшеліктері көрсетілген. Үшінші бөлімде ауыспалы егістер туралы ілім, олардың топырақтағы пайдалану және олардың құнарлығын, ауыл шаруашылық дақылдардың өнімділігін арттырудағы қазіргі кездегі рөлі қарастырылады. Аймақта қолдануға ұсынылған танаптық және азықтық жем ауыспалы егістердің кестелері келтірілген. Оларға агротехникалық және экономикалық баға беріледі. Төртінші бөлім топырақты өңдеу ауыспалы егісте топырақты өңдеудегі оны қорғау жүйесі келтірілген. Сүрі танаптарды өңдеуге және олардың тиімділігін арттыру мен технологиясын жеңілдетуге басты көңіл бөлінген. Топырақты өңдеуді минимализациялау, тұқым себу, егістікті күтіп баптауды, топырақ өңдеудің жолдары көрсетіледі. 5-ші бөлімде егіншілік туралы жалпы бөлім аяқтайды. Онда қазіргі кездегі егіншілік жүйелері туралы ұғым беріледі және аймақтық егіншілік жүйелерінің тұрақтылығын арттыру жолдары мен топырақ қорғау жүйесінің ерекшеліктері мазмұндалады. Жалпы егіншілік пәні бойынша осы бөлімдер қарастырылады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.